сіздің басыңызда МРТ-ның заключениесінде киста бар деп жазған болатын болса, 90% жағдайда кисталар доброкачественный процесс болып есептеледі, яғни миға ешқандай әсер тигізбейді. Егер действительно киста миға давить ететін болса, онда сізде жүріс-тұрысыңызда, тепе-теңдік сақтауыңызда, яғни сіздің кәдімгідей түр әлпетіңізде жаңағыдай өзгерістер көрініп тұрады. Не үшін? Потому что бізде мидың клеткасы әрқайсы өзінің қызметін атқарады. Егер бір клеткаға бір зақым тиіп ататын болса, ол сразу көзге көрініп тұрады. Сондықтан кистаны уайымдаудың қажет жоқ. Киста барлық жерде кездесуі мүмкін. Не только баста, мұрында, гайморовый пазухада киста кездеседі. Бүйректе киста болуы мүмкін, іш құрылыста болуы мүмкін, по-женски болуы мүмкін деген сияқты кистаның түрлері көп. Бірақ көп жағдайда бұл доброкачественный процесс. Қай кезде бұл опасны? Егер бұл паразитозный киста болатын болса, паразит әсіресе эхинококковый кистаны, конечно, операциямен нейрохирургтар алып тастайды. Ал басқа кисталардың барлығы просто находка. Оны уайымдаудың қажеті жоқ.